Қайырлы күн қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Дана. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында қарапайым заттардан дайындалатын пряникті дайындайтын боламыз. Бізге керекті заттар: сүт, ұн, ұнды екі бөлікке бөліп алдым, жұмыртқа, разрыхитель, сұйық май, какао және де қант. Ең алдымен сүтімізді отқа қойып ысытып аламыз. Қайнатпаймыз, тек ысытып алатын боламыз. Бөлек ыдысымызға 100 грамм ұнымызды саламыз және де қантымызды саламыз. Екеуін жақсылап араластырып аламыз. Қазір 100 грамм ұнды пайдаланып жатырмыз. Шатастырып алмаңыздар. Енді осы массамыздың үстіне ыстық сүтімізді құйып, тез жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Біздің массамыз осындай болу керек. Енді осы массамызды бөлме температурасына дейін суытатын боламыз. Суыған массамыздың үстіне сұйық майымызды құямыз. Сұйық майды салғаны видеоға түспей қалыпты. Жақсылап араластырып аламыз. Массамызды шетке алып, жұмыртқаның ағы мен сарысын бір-бірінен ажыратып аламыз. Сарысын осы массамызға қосамыз, ал ағын пряникіміздің сыртына жақынға алып қоямыз. Және де какаомызды қосып, жақсылап араластырамыз. Қыздар, какаоны, жұмыртқаның сарысын қосқан жерлерім видеоға түспей қалыпты. Баршаларыңыздан кешірім сұраймын. Сұйық май, какао, жұмыртқаның сарыуызы қосылады. Видеоға түспей қалған, оларды қосуды ұмытып кетпеңіздер. Бізде осындай қоймалжың масса шығады. Енді осы массамыздың үстіне ұнымызды екі бөліп қосатын боламыз. Разрыхительді ұнға қосуды ұмытпаңыздар. Ұнға қосып, електен өткізіп, қосып жіберетін боласыздар. Енді ұнымыздың екінші бөлігін қосатын боламыз. Және де бұл жолы венчикпен емес, қасықпен немесе лопаткамен араластырғандарыңыз дұрыс. Себебі біздің массамыз қамыр кейпіне еніп жатыр, сондықтан венчиктің күші жетпеуі мүмкін. Неге қыздар, бізде осындай қолға жабысатын қамыр шығуы керек. Желімізге кішкене ұн сеуіп жібереміз, және де қамырымыздың бетіне де кішкене ұн себеміз, себебі алуға ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. Енді осындай шпательдің немесе қолдарыңыздың көмегімен қамырымыздың жарты бөлігін алатын боламыз. Бірінші қолымызбен кішкене басып жайып аламыз. Одан кейін оқтауды пайдаланып, қамырымызды 8 мм қалыңдықта жайып аламыз. Менде арнайы осындай печенье кесуге арналған осындай дөңгелек құрал бар. Көлемі 5 см. Сіздер кез келген бокалды немесе пиаланы қолданып кессеңіздер болады. Кішкене ұнға малып отырыңыздар. Сол кезде сіздердің кесіп жатқан құралдарыңызға қамырларыңыз жабыспайтын болады. Барлығын осылай кесіп алғаннан кейін пергамент немесе фольга төселген қағазымызға араларын кішкене алшақтау етіп орналастырып шығатын боламыз. Міндетті түрде пешті қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Барлығын орналастырып болғаннан кейін 180 градуста 10-15 минут пісіріп алатын боламыз. Мінекей қыздар, біздің пряниктеріміз пісіп шықты. Толық піскеніне көз жеткізу үшін осылай шпажка тағып тексеріп көрсеңіздер болады. Егер де шпажкаларыңыз құрғақ болса, демек пісті деген сөз. Енді сыртына глазур дайындайтын боламыз. Ол үшін жаңағы өзіміз бөліп алған жұмыртқаның ағына қант ұнтақты салып, жақсылап араластырамыз. Бізде осындай масса шығады. Кішкене лимонның согын қосып жіберсеңіздер де болады. Бұл бірақ міндетті емес. Лимонның согын қосатын болсаңыздар, біздің глазурымыз әппақ болады. Байқасаңыздар, жаңағы алғашқы кесегіден лимонның согын қосқаннан кейін глазурымыз кішкене ағарды. Қыздар, біздің пряниктеріміз толық суы керек. Толық суығаннан кейін осылай глазурымызды барлық жеріне жағып шығамыз. Мен төменгі бөлігіне де жағып шықтым. Сондықтан кішкене бір 3-4 пряникке глазур жетпей қалды. Ал егерде сіздер төменгі жағына жақпайтын болсаңыздар, пряниктерімізге глазур толық жететін болады. Осылай пергамент төселінген табамызға орналастырып шығатын боламыз. Және де толық кепкенше бөлме температурасында қалдырамыз. Қыздар, мінекей біздің глазурымыз кепті, пряниктеріміз толық дайын болды. Қараңыздар, қандай керемет болып шыққан.
жасап көріңіздер, ас болсын.